Сәлеметсіздер ме? 6-шы есеп АВС үшбұрышында үшбұрышында так, высы бізде 2-ге, асы 2, түбірасы 2-ге және А бұрыш 30 градусқа тең дейді да, бұрыш оны тап дейді. Так, мұнда жазайын, берілгені высы 2 дейді, асы 2, түбірасы 2, и бұрыш Аға тең дейді да, бұрыш оны X деп белгілеп қойайын, яғни табу керек. Так, шешуі бізде белгілі қабырға высыны синус бұрыш Аға қатынасы, бізге бұрыш бұны табу керек, демек қабырға белгілі екен. Яғни асы қабырғасы белгілі, синус бұрыш бұны табуым керек. Орнына қоям. Высы деген 2, синус 30 градус, тең асы деп отырған 2 түбірасты 2, синус X деп қояйын. Синус X тең пропорция қоям, мына 2-ні бөліміне түсіріп жіберемін да. Синус 30 градус көбейтілген 2 түбірасты 2-ден 2 мен 2 қысқарып кетеді деймін да. Синус 30 градуста бізде 2-ден 1-ге көбейту 2 бөлімінде 1 болып қалады екен. Түбірасты 2. Сонда мұнан жауабы түбірасты 2 бөлінген 2. Жалпы бізде синустарда алгебра сабағына өтесіздер. Сонда синус бірінші және екінші ширекте плюс болғандықтан, но бізде синус X деп отырғаным түбірасы 2 бөлінген 2. 2. Сонда бізде X тең 45 градусқа тең. Немесе 135 градусқа тең. 2 градуста да мәні бірдей. Мына жерім пи бөлінген, яғни 45 градус деп ойшы, мына жер 45 градус болсын, немесе мына жерім 135 градус. Екеуі де бізде мәні бірдей болуы мүмкін. Сол себептен жауабы 45 немесе 135. Екі жауапты да аламыз, екеуінде мәні оң. 7-ші есеп параллелограмм диагонал с-ға тең, ол қабырғалармен фи және кси бұрыштарын жасайды. Параллелограмм қабырғасы с, фи және арқылы өрнектеу керек. Жалпы параллелограмм деген бізде мынандай фигура, 8-ші класста өтілген. Диагонал мынау болсын. Енді бұның төбесін А, В, С-ді деп, мынау с-ға дейді, мынау бізде фи, мынау кси. Яғни мынау кси болса, мына аяғы кси болады мынаның. Мынаусы фи болады. Енді бізде бұлай жасасақ болады. Бізде В бұрышы белгісіз ғой. В бұрышы белгісіз, яғни мен қазір бұлай белгілейін. Мына аралықты тік бұрышты үшбұрыш деп есептеуіме болады. Қараймыз, сонда бұлай жасаймыз. Бұрыш В-ны табу үшін ол бізде 180 градус азайту, яғни фи мен ксидің қосындысына тең. Енді мен осы жерде бірінші В-сыны тауып алайын. Мысалы, В-сыны табу үшін В-сы қабырғасына тиісті бұрыш синус бұрыш А. Дұрыс па? Енді бізде В-А қабырғасы керек. В-А қабырғасына тиісті бұрыш В-ға. Ол синус бұрыш С. Дұрыс па? Сол сияқты асы қабырғасына тиісті бұрыш ол синус бұрыш В. Енді бізде бөлек-бөлек есептеуіміз. Пока мына екеуі арқылы есептейін. Мынаяққа бөлек жазайын. Так, В-А синус бұрыш С, ол тең асы синус бұрыш В. Яғни ва деп отырған бізде белгісіз. Синус С деп отырғаным синус фиға тең. Ол тең асы деп отырғаным С-ға тең. Синус В деп отырғаным мұнаны қоям. Бізде мынандай нәрсе бар, черновик резінде жазайын. Синус
180 градус азайту фи қосылған кси. Бұл бізде келтіру формуласы деген бар. Бұны біз алгебрадан өтесіздер. Синуста 180 градус аты өзгермейді. Ол мына іш жақшаның ішіндегі санға тең болып кетеді. Яғни бұл осы күйінде қалады. Яғни 180-нен кіші сандар болған екен синус екінші ширекте плюс болған екен. Мына мәнді мынаған тең. Осына барып қоям мен. Мына жерге соңына фи қосылған кси деп қоям. Болды, бізге ваны табу керек қой. Сонда в, а деп отырғаным пропорция қосамыз. В синус фи қосылған ксиға тең. Мынау синус фи, синус, мынандай белгіген ғой. Мынау көбейтілген сыға тең. Біреу табылды. Енді екінші қабырғасы, вс қабырғасы да дәл солай. Синус бұрыш а арқылы табылады. Ол бізде асы қабырғасы синус в арқылы өрнектейін. Вс бізде белгісіз. Синуса бізде синус фи. Мынандай белгіген. Си. Так, асының орнына менде с қоямын. Синус вның орнына опять мына апарып қоям. Синус фи қосылған кси. Вс тең болады пропорция. Бөліміне жазам. Бөліміне синус фи қосылған кси. Мынау синус фи көбейту с. Мына. Есеп аяқталды. Сегізінші есеп АВ үшбұрышында АВ бізде 8-ге тең, ВС бізде 6-ға, АС бізде 10-ға тең. Үшбұрыштың сыды биссектрисасы, оның АВ қабырғасын бөлгенде кесінділерін табында жер суретте көрсетілген. Так, бізде АВ, жалпы мына АВ 8-ге дейді. ВС, Вдан сыға 6-ау, асы 10 дейді. Демек, ады және ДВ қабырғасын тап деп тұр ғой бізге. Мына жер X. Үшбұрыштың сыды биссектрисасы, биссектриса бұрышты қақ бөледі бізде. Ол АВ қабырғасын бөлгендегі кесіндінің табындар дейді. Яғни ады қабырғасы биссектриса теоремасы бойынша үшбұрыштың бір төбесінен шыққан биссектриса қарсы жатқан қабырғаны іргелес қабырғаларға пропорционал кесінділерге бөледі. Ол дегенім АД қабырғасы ДВ-ға қатынасы ол тең болады асының асы қабырғасын ВС-ға, яғни ВС-ға бөлетін. Енді осыған апарып қоямыз. Так, АД-ның Так, мен бірінші мынаған апарып қояйын. АС қабырғасы бізде және ВС қабырғасы белгілі. асы дегенім 10-ға, анау 6-ға тең. Қысқарып кеткен кезде 2-ге 5, анау 3-ге тең. 5-те 3-те қатынасына тең. Енді бізде білеміз АД-ның ДВ-ға қосындысы, ол бізде АВ-ны беріп тұр. Яғни ол 8-ге тең. Демек, ДВ деп отырғаным бізде, ДВ деп отырғаным АВ азайтылған АД. Демек, 8 азайтылған X деп алайын мен. Түсінікті, я? Мына жерін X деп қойдым ғой. Немесе ады деп ала салайын. Түсінікті болсын. Адының өзін жаза салайын.
Енді ана апарып қоям. Мына жерге апарып қоям. Мынаған апарып қоям. Сонда ады деп отырғаным д-ны мынамен алмастырам. 8 азайту ады. Енді қараймыз. Мынау деп отырғаным мына 5-тен 3-ті апарып қоям да пропорциямен таба салайын. Пропорциямен шығарайын. 3 көбейту ады тең болады 5 мына 8 азайту адыға. Теңдеу 3 ады тең 5 жердегі 8-ім 40 азайту 5 ады. Мұны мынаға өтсе 8 ады тең 40 ады деп отырғаным 40-ты 8-ге бөлсем 5 болып тұр. Ады табылды. Бұл жерде д-ны табу үшін 8-ден 5-ті азайтсам д деп отырғаным 3-ге тең. Болды. Жауабы ады 5-ге, д 3-ге тең. 9-ші есеп авыз үшбұрышында авы деп отырған 1-ге, асы деп отырғаным асы мен высы тең екен. Демек, екеуі де 2-ге тең. Үшбұрыштың ады бисектрисасы, оны высы қабырғасына бөлетін кесінділерін табыңыз. Жаңағы есеп сияқты екен бұл. Так, бұл жерде авы деп отырғаным 1-ге тең екен. Асы деп отырғаным высы тең 2-ге. Демек, СД-ның қатынасы бұл жерден СД мен д-ны табуымыз керек қой жаңа бойынша. Бірақ бисектрисаның қасиеті бойынша СД ол д-ның бұған қатынасы СА ол бізде авға қатынасы деп тауып аламыз. СА мен бізде авы белгілі ғой, авы. СА 2-ге тең, авы бізде 1-ге тең. Енді мынау бойынша СД қосылған ДВ бізде СВ-ны береді. Дағыны 2-ге тең. Бұл жердегі бізде ДВ-ны табу үшін ДВ деп отырғаным СВ азайту СД-ға тең. Яғни 2 азайту СД-ға тең. Орнына қоям. СД ДВ-ны мынамен алмастырам. 2 азайту СД ол бізде 2-де 1. Пропорция ғып шығарайым. СД 1-ге көбейтсең СД-ның өзі, мына жерде 2 көбейту 2 азайту СД. Сонда СД тең, мынау 4 азайту 2 СД. Мұнда өтсе минус плюс 3 СД болады да, тең 4. СД деп отырғаным 4-ті 3-ге бөлесін деген сөз. Енді бізде ДВ керек. ДВ деп отырғаным 2-ден азайтамын, 3-ден 4-ті. Ортақ бөлім берім 3. 6 азайту 4 бөлімінде 3, мынау 3-ден 2. Жауабы СД бізде 4 бөлінген 3. ДВ бізде 3 бөлінген 2. Жақсы. 10-ші есеп авыз үшбұрышында авы дейді 2-ге дейді. Высы 3-ге, асы 4-ге. Үшбұрыштың АА 1, СС 1 бисектрисі оның қабырғаларын бөлетін кесінділерді табыңдар дейді. Так, бізде авы деп отырғаным жалпыдан бәрі 2-ге тең. Высы. Так, высы мына жерім 3-ге, асы деп отырған мына жер 4-ге тең. Енді жаңағы бойынша жеке-жеке табуымыз керек. Яғни табу керек А1-ді, В1-ді, С1-ді.
Так, бірінші А1 табуымыз керек па? Так, былай жасайық онда. Біріншіден А1 кесіндісі ол бізде А1-ге тең. Мынау бойынша болса, ол бізде А-ның А-ға қатынасы. Яғни А-асы деген. Енді былай жасайым. С-А1 деп отырғаным. С-ның В-А1-ден айырымына тең. С-В деп отырғаным бізде 3-тен азайтам В-А1. Орнына қоям. В-А1 бөлімінде 3 азайту В-А1. А-в деп отырғаным 2-ге, А-сы деп отырғаным 4-ге тең. Қысқарып кетсек 2-ден 1 деп те алсақ болады. Сонда 2А1 пропорциямен шығарып жатырмын. 2 В-А1 ол тең 3 азайту В-А1. Неға өтсе 3 В-А1 тең 3 В-А1 бізде 1-ге тең да? Мына жер 1-ге тең, демек 2-ге тең. Сонда С-А1-ді табу үшін 3-тен азайтам 1-ді 2 болып. Бізде екінші деп неға бөлейін. Екіншіде бізде А-С1 бөлінген С1В ол бізде мынау арқылы. Мұнаған тең А-сының С-ға қатынасы. Так, бұл жерде мен қазір С1В1 деп отырғаным. С1В деп отырғаным. Яғни А-дан азайтамын А-С1-ді. Демек, А-В деп отырғаным 2-ден азайтам А-С1. Демек, орнына қоям. А-сы бөлінген 2 азайту А-С1 ол тең біз мұнаның орнына А-сы деп отырғаным 4-ге, С-В деп отырғаным, яғни В-сына жерде 3-ге тең. Пропорция қылам былай көбейтіп. А-сыға 3-ті көсем 3 А-сы тең 4 жақшаның ішінде 2 азайту А-С1 болады. 3 А-С1 ғынан бәрі. 8 азайту 4 А-С1. Мұны неға плюс бөгесе 7 А-С1 тең 8 А-С1 деп отырғаным 8-ді бөлем 7-ге. Енді С1В деп отырғаным 2 азайту 8 бөлінген 7. Маған 7-ден бер жасем. 14-тен 8 азайтсам. Так, 14-тен 8, 16 бөлімінде 7. Мына жерде бет жазайын. В-А1 1-ге, С-А1 2-ге. Мына жерде А-С1 1 бөлінген 7-тен 8. Сразу аралассаң айналдырайын. С1В 6 бөлінген 7-ге тең. Енді үшінші бізде мынайға сиям екен ол. Үшінші бізде мұна ғой. А-В1 бөлімінде В1 С. Ол бізде А-В бөлінген С-ға тең. Так, осы жерде мен В1 С-ны табу үшін А-сыдан азайтамын В1 С-ны. А-В1-ді. А-сы деп отырған 4-тен азайтамын А-В1-ді. Орнына қоям. А-В1 бөлімінде 4 азайту А-В1 тең А-ның орнына 2 қоям, С-ның орнына 3 қоям. Сразу көбейтем. 3 А-В1 тең
2-ге 4-ті 8, 2 а в1 мен уже сразу шығарып атам, мынау мына жаққа өтсе 5 а в1 тең 8, а в1 деп отырғаным 8-ді бөлемін 5-ке. Енді мына жерге апарып қоям. В1 сыны табу үшін. Ол үшін 4-тен азайтамын, 8-де 5. 5-тен берсем, 20-дан 8-ді азайтсам, так, 12-де 5, бұл бізде қанша бүтін болады? 2 бүтін 5-тен 1, 2, а мынау бізде 1 бүтін 5-тен 3 болады. Жақсы.